әріптестер, hoş geldіңіздер. Бүгінгі біздің қалалық семинарымыздың тақырыбы ел қорғаған батырлар тұғырлы ұрпаққа мұра. Менің өзімнің тақырыбы қысқа мерзімнің құрылымы. Яғни сіздердің алғашқы сөйлейтін дайындық сабағына байланысты тақырыпты солай таңдадым. Енді қазір түгел ортаға шықсақ, әріптестер, түгел ортаға шығайықшы. Сол. Шекер шығайықшы. Я әдіс. Қазір біз танысу, бір-бірімізбен есіммен танысу әдісі. Егер де сіздер өздеріңіз сабаққа байланысты алысатындар olur. Ал мен қазір сіздерді аты жөндеріңізді білдірсем, есім арқылы танысу әдісін алдым. Мен негізі өзім тәжірибе жүзінде алсам ба деп жатырмын. Теория жүзінде айтатын болсам, ол айтылып тұрғандарны өзіміз солай қалып кетеді. Өзіміз жасап тәжірибе жүзінде алатын болсақ, сол өзіміздің қолымызда болады. Түсінікті ғой, иә? Енді мен есімім Мейрамкүл, мамыр айында дүниеге келгем, мейірімді, ынтымақшыл болсын деген. Ағай, сіздің есіміңіз? Менің есімім Мұхтар, 1 қаңтарда дүниеге келгем. Мұхтар деген негізінен араб тілінен ойласам, мемлекет деген сөз, мағынасымен келген. Ой, керемет, жарайсыз, келесі. Менің есімім Шамхат, бұл араб елінің бір кішкене остров королінің атындай басшысының атымен берген аты. Сол сіз сияқты ұлағатты жаңағы білімді ел басқаруға жаңағы азамат болсын деп қойған. Азамат болсын деп қойған. Керемет, келесі. Менің есімім Мұрат, 13 ақпанда дүниеге келгем. Менің ағамда Мақсат болған, Мұрат Мақсат Нәжесін деп есімімді Мұрат болған. Келесі. Есімім Сейіт, 29 мамыр. Менің есімімді естіп көне кітаптан алып қойылған. Құндылығы. Керемет. Есімім Данияр, 11 сәуір. Есімнің мағынасы ежелгі яһуди тілінен аударылған, ол білімі, ақылы, жан болсын, жолдас болсын деген. Келесі. Менің есімім Қанат. Қанаты талмасын деп, 2 наурызда. Менің есімім Сырым, 3 маусымда туылғам. Сырдың жағасында туылған соң Сырым батыр болсын деп ырымды қойған. Келесі. Менің атым Дәулет, 16 апрельде дүниеге келгем. Дәулетті бай, бақытты болсын деп атымды қойған. Менің есімім Ерболат, желтоқсан 22-сінде туылған. Ердің болаты болсын, мықты болсын деген жар. Ой, керемет, келесі. Менің есімім Нұрбек, 22 наурызда туылған. Нұрлы бек болып жүрсін деп қойған. Менің есімім Сәкен, майда туылған. Енді атам қойылған. Сәкен жазушы болсын деген. Сол ұлағатты азаматтарға келесі сізді. Менің есімім Мұсылман Құлиев, мұсылманның құлы болсын деген. 12 майда туылған күніміз. Есімім Қуаныш, 20 маусымда туылған. Майский қозға деген. Менің есімді атам бірінші немересі ұлы болсын, Қуаныш деп қойған. Ой, керемет. Бәрімізде ата-ананың негізі мақсаты өзі ер азамат дүниеге келгеннен кейін ел басқарсын, ата-анасын асырасын, басқа да Қазақстанның азаматтарына соған жаңағы мықты, соған үлгілі болсын деп ата-ананың арманы. Есімдеріңіз өте керемет екен. Ал қазір бәріміз мына жерде берілген топтарға берілген карталар, соны аламыз. Бәріміз бір-бірлерін аламыз. Ең керек салық. Келесі. Түгел. Мына жерде қолдарыңызға берілген логотип суретке байланысты мына жерде топтардың бірінші топ, екінші топ, үшінші топ логотип суреттеріңізге қарап орналасайық. Әріптестер, мына жақтан Суреті қайтсын. Мына топқа. Мына жалау бар ма? Мына топқа келсеңіздер. Аға сіз үшінші топқа Мына жаққа.
жақта, мына жақта. Сіздер үшеу ақ болып қалдыңыздар ғой? Ауысасыздар ма мына жақта? Үшеуіңіз ба? Азаматсыздар ғой? Көтеріп берейін шығарсыздар. Әр топ өздеріңіздің белгілі болды топтарыңыз, иә? Бірінші топ, бәрі дұрыс ма? Логотип бойынша отырдыңыздар ғой, иә? Керемет. Енді осы берілген логотип бойынша сипаттама берейікші. Осы неге қарап сипаттама беріңіздерші. Мына сурет бойынша сіздерге байланысты. Қандай жолау? Я осы жалау түрі, жұлдызша. Так, 2 минут берейін сіздерге. 2 минут берейін сіздерге. Сол логотип бойынша сипаттама беріңіздер. Бұл жалау Қазақстан Республикасының қарулы күшке нышандары қай түріне сипат? Қай түріне жатады осы жалауға? Қазір мен айтамын сіздерге. Дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма? Бізге айтып беріңіз. Сипаттама бересіздер. Мына берілген логотип бойынша сипаттама бересіздер. Қай нышанына жатады осы жалау? Бұл неден, мысалы, жұлдызша не үшін? Қай әскерге жатады? Сипаттама берейікші, 2 минут. Әріптестер. Мынаға сипаттама бере береміз ғой? Иә, жоқ қазір мен сұрайын ғой. Дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма үшінші топ? Сіздер ше, бірінші топ үлкен кісілер екен. Әріптестер. Құрлық әскерлерінің жауынгер дуы, көк түсті аспан бейбітшілікті бейнелейді. Оң жағында әскери жұлдыз, қақ ортасында күн әскери екенін білдіреді. бейнесі тұр. Шуақтары бұл көз құрсам деген жасалған ол бидайдың дәнді сәбиге молшылықты тоқшылықты белгісі астында мынау келесі топта тыңдап отырыңыздар. қарпыз қалқыған Өздеріңіз ойларыңызды айтасыздар. бостандықты және бұларымыз өте құстардың несін патшасы дейді. Патшасы. Соның бейнесі салынған, ол бізге айтып отырса. Толық түсінік берілді деп ойлайсыздар ма? Енді екінші топ. Бұл жерде Қазақстан қарулы күштерінің әскери теңіз қорғаныс күштерінің белгісін білдіретін жалау. Мына жерде қыран әскери әуе күштерінің, иә? Жоқ, теңіз күштерінің. Әскери теңіз күштерін білдіретін нышан жалауы. Мына жерде бейнеленген қалықтап ұшқан кран, ашық күн нұры, және мына жерде көк, мына қазақша якорды. Перевод болмайды, оның якоры. Мына жерде якор бұл әскери корабльдерді орнатылған, корабльдерді уақытша тоқтаған кезде тежеу үшін қолданылатын зат. Ал мына ортада тұрған 5 жұлдыз бұл әскери қызмет екенін білдіретін белгі бұл. Иә, егерде мына жерде әскери болмаса, бұл гражданский жаңағы азаматтық корабль болуы мүмкін. А егерде мына жерде 5 жұлдыз болып тұрған кезде бұл әскери корабль екенін білдіретін нышан бұл. Әскери теңіз қорғаныс күштерінің белгілері. Құрлықта мысалы жауынгерлік ту болса, әскери теңіз күштерінде жауынгерлік ту болмайды. Осы ту оларға жауынгерлік ту есебінде кетеді. Кемесі ретінде, иә? Бізде Каспий теңізі бар.
Ол кәсіби теңізі бізде 5 мемлекет бөліскен. Мысалы, ол Қазақстандікі деп есептеледі, бірақ оны секторларға бөліп, 5 мемлекет өзі байлығын алады, балығын алады, нефтін қазбады деген. Сол бізде осы туымен Қазақстан Республикасына бөлінген секторда кәсіби жағалау бойынша, теңіз бойынша. Осыны қорғап, бір-біріне өтіп кетпеу үшін қарап жүреді. Жарайсыз, келесіз. Бізде әскери әуе күштері нышаны бұл жерде күн астында, ашық күн астында қыран белгіленген және горизонталь симметриялы көк түспен бейнеленіп, оң жағында алтан қараған кезде қызыл жұлдыз бейнеленген. Оның белгісі Қазақстан қарулы күштерінің қарулы күштерінің бейнесі болып саналады. Әскери ту екен нақты. Әскери әуе күштерінің несі нышаны. Әскери әуе күштерінің нышаны. Ал енді керемет жарайсыздар, бәріңіз әрқайсысы сипаттама берілді. Енді осы сипаттамаға байланысты бірінші топқа, бірінші топты, екінші топ сіздер бағалап жіберіңіздерші. Дұрыс мағлұмат алдыңыздар ма? Алдық дұрыс мағлұмат. Бірінші топқа көңіліміз толады, жалпы құрық әскерлері екенін бізге айтып жеткізілді. Өте жақсы деген баға бердім. Енді үшінші топ. Бірінші топқа беріп жіберіңіздер. Бірінші топқа бағамыз жақсы деген бағаны береміз. Себебі өздерінің туындайында нақты не бейнеленген, солардың бәрі нақты түсіндіріп берді. Енді бірінші топ, екінші топ бағалап жібересіздер ме? Бізде сол бағаны қояр едік. Bir ғана сұрақ бар, естімен жігіттер. Неге тудың жартысы, неге тудың жартысы көп деген? Бұл мысалы океан теңіздерге қарағанда көрінеді ғой, шексіз екенді. Соны естейін дедім. Океан теңіздің шексіз жоқ деген мағынаны тез көз көрсетеді. Көкшіл ғой, теңіздің түрі көкшіл. Шексіз деген мағына. Соны естімей. Өте жақсы деген баға қойдыңыз. Бәрі толық түсінікті ғой әріптестер, толық логотиптерге мағлұмат алдыңыздар ғой. Енді осы логотип бойынша толық түсінік алдыңыздар ғой. Енді біздің ашық сабағымыздың тақырыбы қалай деп ойлайсыз, қандай деп ойлайсыздар тақырыбы? Қарулы күштердің рәміздері. Жоқ, тақырыпты. Ел қорған батырлар, тұғырлы ұрпаққа. Жоқ. Біздің ашық сабағымыздың тақырыбы бүгінгі сіздердің үйлеріңізге байланысты. Қарулы күштердің рәміздері. Рәміздері жарғылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нышандары рәміздері. Мына жерде жазылды Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери нышандары. Қазір біз қымыжын құру алдын ала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 6 сәуір нөмір 130 бұйрығына өзгертулер енгізілді деп оны білесіздер. Сол өзгертулер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 21 жылғы 16 қыркүйектегі 478 бұйрығы нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеудің тізіміне 24-429 болып енгізілді. Ал енді қазір сіздерге осы қымыжының құрылымына байланысты жаңа біз тақырыпты алып алдық қой, Қазақстан Республика қарулы күштерінің әскери нышандары. Мен сіздерге осы тақырыпқа байланысты ноутбукты қараймыз. Ноутбукте әрқайсыларыңызға қымыжыны орнатып қойдым. Мақсаты, оқу мақсаты белгілі тұр. Мына жерде білім алушылардың алғашқы әскери және технологиялық дайындықтарының мақсат міндеттері және құқықтарымен таныстыру. Енді қазір сізге тапсырамын. Нешеде Қазақстан нышандары әскери ант талаптарын орындаудың маңыздылығы түсінуді әскери қызметке саналы қарым-қатынасын біледі оқушы. Яғни қазір мен бірінші топқа сабақ қымыжының құрылымының басын берем сіздерге. Қанша минут бересіздер? Екінші ортасын берем. Қымыжының ортасын құрасыздар. Мына жерде тұр. Мақсатын өзгертемін десеңіздер өзгертеді. Үшінші топқа
қымыжының соңы, сабақтың соңы. Өздеріңіз неше минут бересіздер? Иә, жазасыздар. Не сіздерге оқулық берді мына жерде. Оқулыққа қараңыздар. Келіп сіздер бірінші ұйымдастыру кезінде үй тапсырмасын сұрайсыздар ма? Жаңа мен сіздерден қалай жасадым? Өздеріңіз бірінші психологиялық ахуалда қалай қалыптастырасыздар? Оқушыларды қалай ынтымақтастырып сабаққа жинақтайсыздар? Басын сіздер жасайсыздар. Екінші топта ортасын жасайсыз. Неше минут бересіздер ортасына? Ал соңында жаңа сабақты қорытындылай білесіздер, иә? Сабақ барысын айтып отырсыз ба? Құрасыздар, қымыз құрасыздар. Жоқ, мен жерде құрылды ғой, сабақ мақсатын иә, мақсатын жазасыздар. Мақсатын жазасыздар, жоқ, ортасында не айтасыздар? Мына сабақтың ортасы дегенге соған жазасыздар. Жоқ, мына жерде міне сабақтың соңына неше минут бересіздер? Қандай сұрақтар қоясыздар? Жаңа сабақты ашу барысында. Оқулық алдарыңызда тұр. Сіздер үй тапсырмасынан нені сұрайсыздар? Өздеріңіз сұрақ қоясыздар. Бір сабақтың құрылымын жасаймыз қазір, сіздермен қосылып отыр. Сабақтың мақсаттарын сіздерге 15 минут бола ма? Жаңа сабаққа қорытындылау барысында кері байланыс, рефлексия бересіздер. Рефлексияны білетін шығарсыздар, иә? Рефлексия алдында айтылған сабақта арқа қарап қорытынды жасау, иә? Жоқ, болған жоқ. Үшінші топ. Таныстыру. Үйрету. Мына жерде тағы да тұр, иә? Педагогтың әрекеті, оқушының әрекеті, бағалауға қандай әдіс қолданасыздар, ресурстарға не қолданасыздар? Әскери бөлімдегі қадір қасиетін өздеріңіз жасаңыздар да болады. Бұл жерде енді сіздер оқушының іс-әрекетіне қараңыздар. Бұл жерде барлық оқушылар болады, А, Б, С деңгейдегі оқушылар болады. Соны зерттеп жасау. Одан кейін сіздер дескриптор құрып аласыздар ғой, білесіздер ғой. Қазір мен
мен сіздерге ескертілі сабақтың барысындағы педагогтың іс-әрекеті, оқушының іс-әрекеті және бағалау. Қалай бағалаймыз? Сіздер педагог ретінде қалай іс-әрекет жасайсыздар? Yani pazarda bir yatıp Қалай әрекет жасайды оқушы? Әрекет алушы. Мақсаты үй тапсырмасын сұрайсыздар. Үй тапсырмасын сұрайды. Үй тапсырмасына сұрақтар қойыңыздар. Сіздер тек жаңа мені қарулы сол туралы ғана айтасыздар. Мен оқушыға сұрақ қоясыздар. Сұрақ қойды, жаңа сабақта бұл кісілер қорқытпайды. Сіздер тек түсіндірсек болды. Балай қалады. Сіздер білесіздер де 20-да 80% сақтауымыз керек. Мұғалім 20%, оқушы 80% түсіну. Мақсатын түсіндірген ауылды сұрақ қоямыз бұл жерде. Сұрақта да бұл кісілер бар. Тек түсіндіресіздер. Қалай түсіндіру әдісін айтасыздар. Баланы жаңа сабаққа бейімдеу дағдыға қалыптастыру. Қалай қалыптастырасыздар? Қандай әдіс-тәсілдер қолданасыздар? Баланы дағдыға қалыптастыру. Түсіндіру барысында. Жаңа сабақты түсіндіру барысында. Қазір АКТ бар, интернет желісі бар, сол арқылы бар. Сіздер қандай қолданасыздар? Жоқ, қоймаңыз, жасын. Не қолданамыз? Доска, видеоматериалдар. Дұрыс емес пе? Өздеріңізде басқаша сұрақтар қойсаңыздар болады. Жаңағы логотипке байланысты, нышандарына байланысты. Ол сұрақтар қандай мағына береді? Ол бала түсінді ма? Түсінбеді ма? Кері байланыс саластыр баладан. Бала сабақтан не алды? Қандай әдіс қолданасыз? Ресурстар баланы мына жерге мысалы оқушының әрекетіне сұрақтар қоясыз. Оны жазсаңыз болады мына жерге. Мына жерде қандай қай әдісті қолдандыңыз? Сол әдістің оқушының шығу тарихымен таныстырады. сұрақтарын қоясыз. Оқушыға қоясыз. Айтсаңдаршы бәрін ойларын айтсаңдаршы бәрін жерін тапсаң. Бұл жерде мен айтып жатсам 80% мұғалім сөйлеу керек десем 20% мұғалім сөйлеу керек деп мақсаты жеткізу. Сабақтың негізгі мақсаттарына бұл оқушы болып Қазақстан Республикасының әскери нышандар, әскери нышандар.
Әскери нышандарын шығару Оқушының әрекетін ал педагогтың әрекетін сабақтың соңына деген деген сұрақтарға басамыз да басында осы мақсатын жазып біз мақсаты бажаны зор көріп отырмыз түсіндіру мақсаты үш мақсат бар дамыту тәрбиелеу сол үшін ол сабақтың мақсаты сабақтың мақсатында любой сабақтың мақсатында үш мақсат қояды үш мақсат оқыту дамыту тәрбиелеу сол үшін қалай жазамыз қазір сөз жаздым енді дамыту жаздым әскери жарлар бойынша сұрақтарға жауап береді алған дағдыларды дамыту төрт жүйені бар дейсің қарамадым жүйеге жасөспірімдердің бойларына потенциалды ойлату жасөспірімдердің бойларына екінші топқа жиырма сегіз минут болып сабақтың басталғаны әлема басы оқушылар тұрғысының бағысты амандасып жүреді одан кейін енді сабақ тоқтаса жоқ рәміздердің емес рәміздердің шыққан тарихы басында үй тапсырмасын сұрайсыздар біздерде екі минут кетеді оған бір минутта кетеді одан кейін жаңа үй тапсырмасын сұрайсыздар үшеуі де біздікі ғой иә иә мынау директор бірінші сабақ барысында педагогтың әрекеті оқушының әрекеті бағалау сабақтың мақсатын жеткізіп жатқанда осы жүйені қамтуымыз керек па? иә оқу мақсатына қарап осы мақсатқа жетуіміз керек сабақ мақсатын жеткізу барысында осы үшеуін қамтып қорытындылаймыз қалай түсіндіресіздер сіздер жаңа рәміздердің тарихымен таныстыру мысалы әскери нышандардың мағынасы қандай іштегі белгілері нені білдіретіні сол басқа Мүмкін оқушыға қандай сұрақ қойасыздар? Сұрақ мына не қоямыз? Оқушының іс-әрекетін. Сұрақ не қоямыз? Оқушының іс-әрекетін қоясыздар.
Оқушы берілген сұраққа жауап береді. Дұрыс па? Астанада бар. Астана. Өшік болса, өшік. Жаңа сұрақты жаздым. Дайынсыздар ма? Бұл сонда мұғалімдердің білімін тексеру ғой, бұл жерде. Сіздерді жаңағы КМЖ-ның құрылымын тәжірибе жүзінде жасап көріңіздер өздеріңіз. Сіз түсіндірсеңіз қалып кетеді сол жерде. Мен түсіндірсем қалып кетеді. Сіздер әжеге сіздердің өздеріңіз тақырыптар мен бұны сіздер полный бір апта оқып шықтым өзім дайындалып. Сіздер мен білмеймін ғой, мен өзім тайным басқа. Мен тайным басқа. Сол мен өтесін екен, әлде осы тақырып алынды сіздер өздеріңіз істеп, өздеріңіз. Сіздердің білімдеріңіз тексеру емес маған. Тәжірибеде Бізге негізі біз бұл жер жоспар құрмайды да бізге дайын береді, біз шығарып алсаңыз болды. Енді дайын өздеріңіз құра бересіздер. Сізден бәрін жаза бермеңіз. Ондайды бәрін жаза бермеңіз. Өткенде де бастауыш ұйымдастыру кезеңі ғой, иә? Ұйымдастыру кезеңде біз оқушыларды сапқа тұрғызады, взвод командирі бізге рапорт береді. Біз түгендейміз. Қазақшалап айтыңыз. Рапорт деп қой ма? Рапорт деп емес, негізі қазақша баяндама дейді. Баяндама емес, баянат дейді. Баяндайды. Түгендейміз, тізім бойынша кім бар, кім жоқ, аурулар басқаларды. Одан кейін сәлемдесеміз. Одан кейін сабаққа дайындықтарын сырт көріністерін тексереміз. Жазу, оқулық дәптерлерін қолданудан. Одан кейін үй тапсырмасын тексереміз міндетті түрде, бағалаймыз. Өйткені оқушы мектепке сабаққа өзінің білімін қандай деңгейде екенін білу үшін келеді, басқалардан салыстыру үшін. Соны біз марапаттау керекпіз, мадақтау керекпіз. Енді қазіргі жаңа технология бойынша оны ұрысуға болмайды, иек қойға болмайды. Тек қана мына жеріңді түзетіп жіберсең, үстін жақсы болады деп сондай мадақтаумен баға қою керекпіз. Үй тапсырманы. Одан кейін негізгі неге өтеміз. Үй тапсырмасын сұрайсыздар, иә? Алдыңғы сабақта не берілді? Не берілді, не өттік? Оны оқушының іс-әрекетіне жазасыздар, иә? Оқушы. Мұғалім, жаңа педагогтың іс-әрекеті дегенде сіздер үй тапсырмасына сұрақтар бересіздер. Жаңа мен дискрипторда айттым ғой. Ал екінші оқушының іс-әрекетіне сол оқушы сол сұраққа жауап береді. Оқушының әрекеті. Бағалау, жаңа мадақтау. Керемет, жарайсыздар. Бұл жерде бірінші тұрғызғаннан кейін барлық балалардың психологиясын тексеру. Қалыптастыру, ынтымақтастықты орнатасыздар. Психология, ол бала қандай сабаққа қандай түрде тұр, оның ішкі құрылысы бар, оның жаңағы көңіл күйі бар, оның кейбір көңіл күйі болмайды, бозарып тұрады. Ол әке-шешесіне мүмкін бір неме келді ма? Қандай әрекетпен келді? Сол жағын баланың үрейінен бірақ білуге болады. Соны айтып қой, сабаққа дайындықтарын тексеру керек. Соны баланы қалыптастыру. Кейбіреулер жаңағы ауырып тұрады, кейбіреулер әке-шешесіне ұрысып келіп, сабаққа деген ынта жігері болмай тұрады міне.
осылардың бәрін бірінші несіне тексеріп өту керек. Бірінші ынтымақтастық орнатып алып, сосын барып үй тапсырмасын сұрап, қалыптастырады. Түсінікті ғой, сіздерге. Ол бірінші дискрептор арқылы жұмыс жасайды. Екінші топ бұл сабақтың ортасы. 7-8 минут арнаймыз да бұған. Я сіздерге 7-8 минут. Сабақтың басында. Мақсатын айтамыз. Оқу мақсаты сіздерге білім алғашқы әскери және технолог дайындықтарының мақсат міндеттері және құқықтарымен таныстыру оқу мақсаты. Осы оқу мақсатында өздерің мақсат құрдыңыздар ғой, иә? Сол мақсатқа жету үшін педагогтың әрекеті, оқушының әрекетін айтасыздар. Сабақ барысында жаңағы сабақтың мақсаты оқушыларды әскери нышандарды, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің нышандарын таныстыру, үйрету. Сабақтың ортасы мұғалім смарт жоспар бойынша жұмыс жасайды. Оқушыларды топ-топқа бөледі. Одан кейін барып оқушыларға мынандай мақсат қойылады. Білемін, білгім келеді, білемін, үйрендім деген мақсат, түсіндім деген мақсат. Жаңағы смарт жоспар бойынша жаңағы оқушылармен жұмыс жүргізіледі. Оған жаңағы сабақтың барысында жаңағы әскери нышандардың әрбір белгілерінің мақсаты, мәні туралы оқушыларға айтып түсіндіру және интерактивті дастархан қолданып жаңағы әрбір элементтерді көрсету оқушыларға. Одан кейін оқушыларға сұрақ жауап арқылы жаңағы үйренген нәрсесін білу. Жаңа сабақта берілген тапсырманы оқушыға сұрақ жауап арқылы жауап алу. Жаңа сабақты түсіндіру. Одан кейін сабақтың аяғында жаңа сабақты түсінікті ғой, сіздерге. Ортасында жаңа сабақты түсіндіру, жаңа сабақты толық бала оқу мақсатына жетті ма, жетпеді ма? Енді соңында смарт жоспар арқылы баланың дағдысын қалыптастыру. Енді үшінші топ. Бізге 7-8 минут уақыт беріліп, ол жерде жаңа сабақты нақты талдап аламыз. Жаңа сабақ бойынша сұрақтар қойып, қойып беріңіздер сұрақтар, қандай сұрақтар қоясыздар? Мысалы, мына әскери әуе күштерінің нышандары қандай, не бейнеленген, баланың нақты сол тапсырманы түсінгендігін біліп алу. Одан кейін үй тапсырмасын обязательно соңында береміз. Қорытындылап бағалаған кезде оқушылар жаңағы сұрақтар арқылы кері байланыстырамыз, олар түсінгендігін. Және де комментарий арқылы балдарды бағалаймыз. Ал жаңа ресурстарға интерактив тақта, кітап, мына сіздің деген қазір қағаздың өзі бір көрнекті құралы ретінде пайдалануға болады. Топқа бөліп Топқа бөліп арқылы сабақ енді толық, әріптестер толық Бұл Қазақстан мемлекетінің туы. Әр уақытта қандай құрметтейтіні, оны бір жағын жақсылап айтып өтсін. Енді біздің осы тарихтың ұштас, біздің сабақтарымыз тарихта кетеді, ескертумен бәрі кетеді. Соның ортасы тарихпен байланыстыру ескереді. Рахымжан Қошқаров айтты, туды қалай? Туды атып бара жатқанда егер де соғыс кезінде Қазақстан мемлекетінің туын атып, ол жерге құласа, оны келесі адам ала кету, осыларды түсіндіріп білдіру керек. Жер, еш уақытта жерді туын Қазақстан мемлекетіне жатпауы, осының балаларға сіңіруі. Мынау соғыс болған жағдайда бәрі уақытта туды құрметтеу. Оны егерде құрметтегенде туды мемлекеттік ту, ұрланбауы, ұрланғанда қандай болатынын, кімден жазаланатынын, осылар бәрін оқушылар жақсылап түсіндіру. Оқушыға құрметтеу, туды басуға болмайды. Мақсатымыз осы. Баланы патриоттыққа, азаматтыққа, елді қорғауға тәрбиелеу, толық түсінікті болды ма сіздерге? Үшінші топ, бірінші топты бағалап жібересіздер ме? Толық түсінік алдыңыздар ма? Сабақтың басында қандай іс-әрекет жасау керек?
педагог бір ауыз сөз айтып беріңіздерші. Толық сабақтың басында толық түсініктеме алдыңыздар ма? Әнұран айтмай қалу жаңа, әнұран айту. Ант қабылдау айту ма де? Ант қабылдау әнұран. Рәміздер болғаннан кейін, рәміздерді құрметтеу барысында біз бірінші ант қабылдап алуымыз керек, Ант қабылданбайды. Қабылданбайды. Антты әскерге барғанда қабылданады. Өйткені бұлар әшін қазір мағынасын түсіну керек. Сөзін мағынасын бойын әскерге барғанда біз әскерге бару үшін жаңағы елін қорғау үшін дайындап жатып қабылданады. Әскери ант оқушылар қабылдамайды. Қабылдамайды. Әскерге барғаннан кейін тағы бір айда одан кейін барып әскери ант қабылданғаннан кейін ол қатардағы сарбаз болып самалап соғылады. Жарайсыздар. Бірінші топқа керемет. Енді бірінші топ, екінші топты бағалап жібересіздер ма? Сабақтың ортасында жаңа сабақты қалай түсіндірмей жүр? Педагогтың әрекетін, оқушының әрекетін, іс әрекетін қалай мағлұмат берген туралы айтып бересіздер ма? Түсіне алдыңыздар ма? Тамаша айтылды ма? Жаңа сабақтың оқу мақсатынан айтып отқан балдарым бұл жерде мен қызып отқан жаста болса да мына сабаққа деген ынта-жігері бұлардың жаңағы айтып отқан әрбір таласы бір-біріменен өшіріп отқанның өзі үлкен мағынаны білдіріп отыр. Мына жақта қарап отыр, балдардың сүйсіне қарап отырмын мен. Жас жігіттер бірінен бірі өтіп отқан, біріне бірі таласып отқан міне. Білім жағынан таласып отыр міне. Сен тоқтайтын мен мынандай деп, соның өзі мақсатында керемет өтіп отыр. Жарайсыздар. Енді екінші топ, үшінші топқа өздеріңіз ойларыңызды бағалап жіберіңіздерші. Өз жұмыстарын өзгемен салыстыру сабақтың соңы қорытындылау жаңағы бүйтіп тұрмайды. Рефлексия, кері байланыс бәрі айтылды. Оқушының жаңағы. Кейін келгесі ме? Бұл кісі екінші дады емес. Негізі бұлар енді дұрыс сабақтың соңында жаңағы сабақтарды біз жаңа сабақты қорытындылау мақсатында сұрақ жауап жаңағы білу, бағалау. Сіздер еске алыңыздар, бағалау. Комментария болмаса жұмысшылар арқылы болады. Тамаша, дұрыс жарайды. Қателескен ешкім жоқ енді. Болады. Енді бұл әдіс жаңағы топ аралығы өз жұмыстарын өзімен салыстыру әдісі бойынша және көршімен бөліс деген екі әдіс қолданып отыр қазір. Көрші деген бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Сіздер көршісіздер ғой. Сондықтан өздеріңіз бір-бірлеріңізді бағалап өттіңіздер. КМЖ-ның құрылымына. Яғни біздің мақсатымыз, бұл мақсатымыз осы сабақта КМЖ-ның құрылымын іс тәжірибеде құрып, өзіміз жасау. Мақсатқа жеттік деп ойлайсыздар ма? Өздеріңіздер құрып көрдіңіздер ғой. Мақсатқа жеттік деп ойлайсыздар ма? КМЖ-ны құруға. Негізі бар. Жаңағы өзі растау деген. Мен сіздерді диалог әдісімен бағалаймын. Кері байланыс. Енді толық келісеміз сіздерді. Толық келісеміз. Керемет. Сіздерге Алла қаласа шығармашылық табыс тілеймін. Әрбір жемістеріңіз сәтті болсын. Берген білімдеріңіз оқушыларға жоғарғы деңгейде көрсете берсін. Сіздерге денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Енді сұрақтарыңыз бар ма? Бар, мен сұрағым бар. Bir сұрақ қояйыншы. Жаңа біз қазір өттік қой. Сіз сабақты осылай өтесіз бе, сонда қазір өзіңіздің балдарыңызбен? Иә, топқа бөлесіз. Жаңа 3 топқа бөлесіз. Бұл жерде жаңағы мына 40 минут сабақ өтіп, 40 минуттың ішіндегі жаңағы 8 минут мұғалімдік болса, қалған жаңағы 22 минуты оқушының сөз арқылы өтетін өте рахмет сізге. Негізі осы семинардың бір ұнайтыны осы жаңағы тәрбие алмасу дейді ғой жаңағы. Негізі мен осы 4 жылдан бері енді келіп отырмын да Баянатқа. Көп нәрсе есімнен шығып қалды. Одан кейін барып қазір сабаққа қамауға тырысып жатырмын. Жаңа нәрселер үйреніп жатырмын. Сізге де рахмет.
мынау енді Құда қаласа өзіміздің мектебімізде бар, осы тәсілдерде біз енді сабақ өтіп көреміз енді бар. Рахмет сізге. Енді егерде сіздерге керек болса, өздеріңіз сабақтарыңызға менде неше түрлі әдіс тәсілдер бар. Алам десеңіздер, телефондарыңыз тастап кетіңіздер, номер мен WhatsApp-ға. Bir әдіс қолданып жіберейін. Сервис сәтінде. Бәріміз тұрайық. Қуандық рахмет, мен қазақтың өлеңін бәріміз қазір караокемен айтайық. Сонымен Tuğba'nın yeterim, boşlamanla bakıp yapmayı öderim. Sevgili şoğlan bir şalgamda, alamamda ağzına giderim. Tuğba'nın yeterim, görmüşken görmüyorum öderim. Hasiyette domburandı kollamay, domburandı öğretti giderim. Ben kadakım, ben kadak, ben kadakım, Saydınlar kadar, ben kadakım, bakımın bağlar, başımın bir kuanlarım bağlar. Ben kadakım, ben kadakım, ben aykaydınlar kadar, tüyer olsun, tüyer olsun, kadar, sürüngün kadar. Sizlerge şarbatınız. Енді айтатын Сингапур дейді, Жапония дейді. Яғни өздеріңізден профессор өмір копиясын алатын Сингапурдың неге бұның бәрін айтайын. Енді бір шет елдерде сөйтіп диссертация қорғайтын ақшаны алып, ертекке тарқатып отырады.